Жеңіскүлдің әңгімелері каналына қош келдіңіз, тыңдарман. Біз әңгімемізді жалғастырамыз. Дәрігердің өшпеген махаббаты, екінші бөлім. Бәрі бірге қақпадан кіріп жоқ болды. Қап, мынаны-ай деп терекке сүйеніп ойға батып тұрмын. Сәлден соң мал қора жақтан шағын қақпа ашылып, Маржаным шықты. Бәсе, шықпау мүмкін емес еді деп қасына жетіп бардым. Қапсыра құшақтап көтеріп алдым. Ренжіп қалмадың ба? Деді нәзік дауысымен. Сен шықпасаң ренжір едім деп жерге қоймай тұрмын. 1 минутқа шықтым. Әкем ояу. Рахмет, деп иығымда тұрған қолынан сүйдім. Маржан көзіме ойланып, мейірлене қарап, мен сені сүйем. Дегенде шалқамнан құлап қала жаздадым. Осы сөз үшін бағанағы қорлықты 1000 мәрте қайталар едім. Тынысым тарылып, жүрегім тулап кетті. Жерге қойып екі алақанымен бетінен ұстап, мен де сені сүйем, деп жылдам айттым. Маңдайынан иіскеп бауырыма бастым, ет жүрегім елжіреп балқып кеттім. Үйге кірейін, таңертең жолға шығамыз, деді мұңлы дауыспен. Мен де таңертең шығам, автобуста кездесеміз. Жоқ, біз әкемнің көлігімен шығамыз. Сонда осы соңғы кездесу ме? Дедім ішім өртеніп. Солай сияқты. Онда кірмеш, таңды бірге атырайық. Жоқ, Тілеу, жоқ, әкем қазір іздейді, деп қақпаға қарай беттеді. Ішім алай-дүлей, қимайым, қолын жібергім келмей, біргелесіп, қалай сонда? Сен Алматыға кетесің, мен Семейге, деймін жылағым келіп. Неге екенін білмеймін. Маржан бетіме қарап. Оқуға түсесің, оған сенем. Мен түспей қалуым мүмкін. Сен демалсыңда кел, сол кезде мекен жайымызбен ауысып, хат жазып тұрамыз, деп бетімнен сипады. Не айтарымды білмей сілейіп тұрмын. Бетімнен сүйіп қақпадан кіріп кетті. Ұйқысыз таңды атырып жолға шықтым. Бірнеше күннен кейін Семейге де жетіп, оқуға тапсырдым. Абырой болғанда бәрінің сенімін ақтап мединститутқа түстім. Енді демалысымды асыға күтудемін. Ауылға әке-шешеме, іні қарындастарыма хат жазам. Маржан туралы сұрай алмайым. Бар жұбанышым тек есіме алып жатып ұйықтап кетем. Күндіз сабаққа беріліп оқимын. Семейдің қатты ызғарлы суық күндері де басталып кетті. Демалыс басталысымен тездетіп ауылға барып, киім-кешектен бұрын Маржаннан хабар алуым керек. Емтихандарымда автоматпен жауып, қысқы демалысқа ертерек шығып ауылға тарттым. Ауылға келгенде Маржан да Алматыға нарқозға түскенін естідім. Аз күнде келу керек, күн санап жүрмін. Маржан жоқ. Міне демалыста бітетін күн таяп қалды. Сыныптас қыздарда мекен жайын сұрасам, ешқайсысы білмейді. Амал жоқ. Директор ханым Маржанның анасынан сұрауым керек. Сәлеметсіз бе? Деп амандастым жолдан көріп. Тілеу, қалың қалай? Жақсы апай. Тілеу, сен жолдамасыз-ақ түсіпсің, құттықтаймын. Енді мықты дәрігер бол, деп тез-тез айтып кетпекші болды. Апай, маған Маржанның мекен жайын бересіз бе? Деп сұрадым, еш сескенбестен. Директор беті бозарып, көз аларып, білегімнен шап берді. Сен бала не? Өзіңді бізге теңмін деп жүрсің бе? Әлде 1-2 ай Маржанға көмектескен екенсің, оны міндетсініп жүрсің бе? Дегенді ышқына айтты. Жоқ апай. Жоқ, дедім есім шығып. Мен білем, сендердің әмпей-жәмпейлеріңді, деді тістене. Қасыма жақынырақ келіп. Тең-теңімен, тезек қабымен дегенді біл. Сен жалаң аяқ бишара. Ана артыңнан шұбырған бауырларыңмен сорлы әке-шешеңді жетістіріп ал. Деді көзі алайып. Мектепке алтынға бітірдің, жарайсың, оған мына мен күш салдым.
деп кеудесін төмпештеп ұрып жіберді. Жетер, дедім қаным қайнап. Әке шешем сорлы емес. Ал алтын медальға келсек, ол менің өз білімім, дедім ышқына. Директор ханым қарқылдап күліп жіберді де, жетсе жетер. Маржан жоқ саған. Оның жігіті бар, көктемде үйленеді. деп күліп кетіп барады. Оны сіз шешпейсіз, дедім ашумен. Маржан жоқ саған, армандама. Жалаң аяқ. Деп көзіме тесірейе қарады. Ол байға тиет көктемде. Байға, бай жерге, Алматыда тұрады. Деп қарқылдап күліп жылдан басып кетіп қалды. Үйленеді деп өтірік әдей айтты. Деп ішімнен күйіп бірнеше күннен кейін Семейге кеттім. Бүкіл сыныптас ауылдастардан Маржанның мекен жайын сұрап хат жаза бердім. Еш қайсысы білмейді. Ақыры наурыз айында бір хат келді. Ішінде фотосуреті бар. Жанталасып ашсам, фотосурет шақыру билеті екен. Маржанның тұрмысқа шығу тойына шақырған шақыру билеті. Қолдарым дірілдеп қайта-қайта суретіне қарап, есімін оқып, өз көзіме өзім сенбеймін. Хатты салған сыныптас дос балам болады екен. Сол жігіт туысы болып келетін, соны шақырған билетті әдейі маған салып көзімді ашқан екен. Ұмыт, өміріңде талай қыз жолығады, бұл алғашқы махаббат, шын ғашықтар қосылмайды, деп жазыпты. Менің өмірім күрт өзгерді. Өз-өзімді танымайтын күйге түстім. Түсіме Маржан кірсе ашуланам, санамнан шығара алмадым. Маржан, сен бақытты болшы деп айта алмадым. Қимадым, өртендім, күйдім, жандым. Алданышым тек сабақ. Содан міне Маржанды көргенім 25 жыл өтіпті. Мен үйленуге асықпадым. Оқыдым, мамандығымды дамытып, Семейді бітіріп, Ленинградты оқыдым. Әскери борышымды өтедім. Біраз жыл Ресейде жұмыс жасадым. Қыздар жай көңіл көтеруге жолыққаны болмаса, жақсы көргенім болмады. Бір кездесуден соң мазаларын алмай өзімде жолатпадым. Уақыт өте ондай әдетті тіптен тоқтаттым. Жүрегіме әмір жүрмейді. Мықты нейрохирург болдым. Аллаға шүкір, талай адамның өмірін ажалдан арашалап қалып жүрмін. Соның бірі Маржан болады деп ойламаппын. Ондайды күтпедім. Маржан күннен күнге жақсарып келеді, бірақ есін толық жинай алмайды. Көп нәрсені ұмытып қалып, еске сақтау миы қосылмай 7 ай өтті. Сол жол апатында күйеуі мен ұлы қайтыс болып, қызы бел омыртқасына зақым келіп жүре алмай қалады. Мықты деген дәрігерлерді шақырдым, бірнеше ота да жасадық, енді тек уақыт емші. Маржанның анасы келді. Бірден мені танымады. Мән-жайды түсіндіріп айтып, қал жағдайын қандай екенін деп барынша миға қонымды етіп түсіндірдім. Маржанды көріп кабинетіне қайта келді. Сіз қатты уайымдамаңыз. Қайта науқас біз күткеннен де тез оңалып келеді. Кешегі күн мен бүгінді ажырататын болды. Ол дегеніміз өте жақсы көрсеткіш, дедім. Мені танымайды, деп жылады. Уақыт керек. Өте күрделі ота жасалды. Әлі тағы бірнеше ота жасауымыз керек, деп қағаздарын шығарып, түсірілімдерін іліп, қаншалықты зиян тигенін айтып түсіндірдім. Немере қызымда енді арбаға таңылып отыра ма? Деп жыламсырап қарап отыр. Немереңізге жасау керектің бәрін жасадық, енді ағзасы күресу керек, деп қыздың түсірілімдерін шығарып, оны да түсіндірдім. Түсінсе де, түсінбесе де басын изеп, біраз отырып шығып кетті. Маржанның анасы 7 ай өткен соң келді. Бұл кісі қайда болды екен деген ой келді. Маржан емханада тура 2 ай жатып шығып, 1 ай демалып, қайта екінші ота жасап, 20 күн жатып,
бір ай арнайы сауықтыру орталығында жатып, міне 3-ші отаға дайындалып жатыр. Осы аралықта бір ағасы, қайын жұрты жағынан туыстары болды, ал өз анасы, әкесі болмаған еді. Анасы енді келді. Ертең Маржанға ота жасалатын күн. Мықты командамды жинап, бір Құдайға сыйынып отаны бастадық. 2,5 сағат жасалды. Шылқыған су болып шықтық. Басқа науқасқа жасап тұрғанда тек жұмысымды ойлап тұратынмын. Маржанға келгенде қолым жүрмей қалған адамдай жанымды салып тұрып, өз-өзіммен күмәндандым. Бірінші рет өз-өзіме сенбедім. Аяқтап шыққан күннің өзінде қасына барғым келді, есін жиғанша отырғым келді. Тез ішке кіріп Маржанды қарап жүрмін. Қасына қолынан ұстап ұзақ отырдым. Саусақтарын сипап отырмын. Өксік тығылып Маржанның осы бейшара кейпін көру ауыр болды. 2 сағаттан соң есін жия бастады. Деп ішіме бір үміт пайда болды. Дәлізге шығып орындықта отырған анасына: ота сәтті өтті. Маржан есін жиды, енді уақыт емші. Ағзасы күресу қажет. Деп өтіп бара жатып маскамды шештім. Тілеу сенсің бе? Деді Маржанның анасы, бір кездегі директор ханым. Бұрылып бетіне қарадым. Анау жерде өлі тұрған тақтадан сені көргем. Тілеу Тасболатов дегенді оқып, сен екеніңді танып едім. Деп қасыма келді. Бірақ дәл менің қызыма ота жасайтын сен деп, үш ұйықтасам түсіме кірмепті. Деп тәкаппарлана қарады. Иә, мен Тілеу Тасболатовпын. Мен ота жасасам не болыпты? Дедім мен де оқтала. Так. Это очень плохо. Маған главный керек. Главврач қайда? Деп дәлізбен жүгіре кетті. Емхананы басына көтеріп, түрлі сөздер айтып, айқайға басқанын естідім. Кабинетіме кіріп кеттім. Медбике кабинетіме ашуланып кіріп: анау Маржанның анасы ауру адам екен, сондай да адамдар бар екен, деп өз ашуын баса алмай маған қарап қағаздарын берді. Мен үндемедім. Тілеу Абзалұлы, сіз туралы не болса соны айтып айқайлап жүр, деді көзі бақырайып. Айқайлай берсін. Сіз науқасты біліп келіңізші, деді. Қыз тез шығып кетті. Бір тәулік демалып жұмысқа келдім. Маржан палатаға ауысып, ақырын жүр екен. Қал жағдайын біліп қасына бармадым. Бір аптадан соң емханадан қызы екеуі бірге шықты. Араға айларды салып анда-мұнда сыртынан емханада көріп қалғаным болмаса, Маржанмен тілдеспедім. Тілеу, қалың қалай? Дегенде өз құлағыма сенбедім. Бетіне таң қалып қарадым. Ол жымиып қарап тұр. Осы мен армандап кетпедім бе деп кете беріп едім. Мені сен танымағанда боларсың, деді. Бұрылып бетіне қарап тұрмын. Бұл мен Маржан. Сен оқытқан Маржан. Дегенде тамағына өксік тығылғаны сезілді. Дәліздегі орындықтарға отырғыздым да. Таныдым. Деп келген күннен таныдым, дедім. Үндемей төмен қарады. Жолдасыңның, балаңның қазасы қайырлы болсын, дедім иығынан ұстап. Көзінен жас ытқып шықты. Жарар, өзіңді қинама, дедім сәл жақындап. Уақыт емші. Сендердің тірі қалғандарыңның өзі бір ғажайып, дедім. Маржан басын изеді. Қыз қалай? Дедім көзіне қарап. Қалпынша, еш өзгеріс жоқ. Сен есіңді қашан жидың? Соңғы отадан кейін аздап есіме түсе бастады. Қазір толық бәрі есімде. Тамаша, дедім. Кабинетіме ертіп келіп тексеруден өткізіп, қан қысымын, жүрек қағысында қарап: өте жақсы, біз ойлағаннан да тез сауығып келесің, дедім. Ауырдым деп жататын жағдай емес.
қызым уайым, деді көзі жасқа толып. Болмайды, болмайды, жылай беруге болмайды, басқа онсыз да салмақ түскен, болмайды, деп қолынан ұстады. Иә, деп көз жасын сүртіп, сен көмектесші, деді жалынышты жүзбен. Мен қолымды көтеріп қолдан келгенін жасадым дегім келген. Иә, білем. Сен қолыңнан келгеннің бәрін жасадың, маған дәрігерлер айтты, деп қолымның сыртынан ұстады. Мені де ажалдан арашалап осы халге жеткіздің, алғысым шексіз, деді көз жасы бетін жуып. Менің міндетім. Білем, деді бетін сүртіп. Таусыла берме, енді қыздың ағзасы ғана жұмыс жасау керек. Тілеу, сен осы саланың профессорсың, мықты игерген мамансың. Сен қызыма көңіл бөлші, деді. Мен таң қалып қарап отырмын. Отадан кейінгі емдік шараларға араласшы. Қаншалықты дұрыс екенін көрші. Қаншалықты бұрыс екенін байқа. Мен бар жағдай жасайым, тек сен уақыт тауып көз қырыңды салып жүрші, деп тағы қолымнан ұстады. Көзіме жалынышты түрмен қарап, өтінем саған. Мен саған сенем, саған ғана сенем, деп қолымды жіберді. Сеніміңе рахмет, бірақ қызыңды қарап жатқан өте мықты, тәжірибелері шебер дәрігерлер. Иә, олар да жақсы мамандар, сөзім жоқ, бірақ сен көмектесші. Біраз уақыт, сәл ғана, деп жалынышты көзбен қарады. Жарайды, Маржан, мен уақыт тауып көрермін, деп орнымнан тұрдым. Толып жатқан басқа да жұмыстар бары көкірегімде сайрап тұр. Сол күннен бастап мен уақытымды бөліп, бірде таңертең болса, бірде түсте, кей күндері кешке үйлеріне барып, 1 сағаттан артық көңіл бөліп, қосымша жаттығуларын бақылап, өзім де араласып, мүмкін мынаны қоссақ, болмаса мынаны алсақ деген ойлар келіп, 2 ай өтті. Марал қыз өте ерке, қырсық, бір кездегі Маржанды елестетеді. Бірақ айтқанынан қайтпайтын мінезі бар екен. Қарап жүрген дәрігерлер азар да безер, ақыры тек өзіме қалды. Барлық дәрігерлер Маралдың қырсықтығына шыдамады. Маржан осыдан қорыққан екен. Маржан екеуміз екі жақтап, алдап, сулап, әйтеуір көндіреміз. Арада 1 жыл жарым уақыт өтті. Төсегінде жатып, Марал қыз аяғын жинап созатын болды. Маржанның қуанышында шек жоқ. Маралда да үміт пайда болды. Мен де уақыт өте Маржан мен Маралды көрмесем, үйде отыра алмайтын халге жеттім. Демалыс күндері тіпті уақытымызды күні бойы бірге өткізетін болдық. Маржанның күйеуі мықты кәсіпкер болған екен, жиған тергені Маржан мен Маралға жетіп артылады. Еш қиындық көрмей, керек деген жерге қызын апарып, жан-жақтағы шетел профессорларына көрсетіп аянбады. Арада 3 жыл қалай өткенін сезбей де қалдым. Марал ақырындап жүретін болды. Өзі тұрып, өзі отыратын болғанда мен: «Ал, Маржан, енді мен бос шығармын», дедім. Қимай тұрсам да. Маржан өз-өзіне келіп, әрленіп алған, бұрынғыдай жас болмаса да өзіне тән сұлулығы да бар. Қабағының арасына түскен сызықтың тереңдегені жанының қиналғанын білдірердей. Ол да жарасып тұр. Саған алғысым шексіз. Бұл жақсылығыңды немен өтерімді де білмеймін, деді бетіме қарап. О не дегенің? Қайта сендерге жасаған емдердің арқасында тағы бір тәжірибе алдым, дедім шын көңілмен. Көлікте отырғанбыз. Маржан маған еңкейіп, саусағымен қасымды, көзімді сипалады. Саусағын шашымның арасына жүгірткенде қалай ерніне жабысқанымды білмедім. Сағыныш, қанша уақыттағы арман, бір сәтте міне жеткендей болдым. Өзіме ие бола алмай аймалап кетіп едім.
Маржанның ақырын етергенін сездім. Көздеріне қарадым. Екі алақаныммен басын ұстап, мұң аралас, бірақ ар жағында онда да бір үміт барын көргендей болдым. Ерніне қайта жабыстым. Осыншалық тәтті болар ма еді? Ол ернін тартып алып орындыққа шалқайып отырды. Қолын сүйгіштеп өліп барам, іші бауырым жанып, өртеніп, тамырларым қозып, жүрек ауызға тығылды. Кешір, деді Маржан салқын, нәзік дауыспен. Менде сөз жоқ. Ештеңе естігім келмей, тек соны қалап отырмын. Машинаны оталдырдым, тура квартирама тартпақпын. Тоқта, Тілеу, деген сөзді жалынышпен айтып, кілт бұрап отырған қолымның сыртынан басты. Бәрі дұрыс, дедім. Қызбалыққа салынып, қолының сыртынан сүйіп алып, машинамен жүруге ыңғайланып едім. Өтінем, деп көздеріме қарады. Көлікті өшіріп бетіне қарап, неден қорқасың, деппін. Ол басын салбыратып отырып, өзімнен қорқам, деді. Сен ересек әйел емессің бе, деп өзімше оған күш жігер бермекшімін. Ересекпін. Сол үшін өзімді тоқтатып отырмын, деді салмақты дауыспен. Маржан, мен сен үшін қандай адаммын? Сенің арыңды таптап, қор қылып тастап кететін жанға ұқсаймын ба? Дедім аздап ашуланып, рөлді ұрып жіберіп. Осы жылдарда қайта оралған сезіммен алысып қанша уақыт өткіздім? 4 жыл. 4 жыл бойы сен көрмейсің бе? Менің жан күйзелісімді көрмей жүрсің бе? Дедім күйіне. Маржан бетіме қарап сілейіп қалды. Көлікті оталдырып жүріп кетті. Өз аулама келіп тұраққа қойып, көліктен шығып, Маржанды да шығарды. Өзім жылдам қозғалып квартираға көтерілдік. Міне мынау менің үйім. Төрлет, дедім. Қолымды жуып газға шәугімді қойып, тоңазытқышта не бар соларды шығарып жүрмін. Маржан жан-жағына қарап, сөз жоқ, тұр. Отыр, деп ыңғайлы жер көрсеттім. Батылданып кеткем, қаным ойнап тұр. Ортаға шағын столды жылжытып, үстіне жемістерді қойып, тәттілерді әкелдім. Не істеп жүргенімді өзім білмейм, аздап қобалжығандай болдым. Жиһаздағы барды ашып, не қалайсың, дедім, ішімдіктерді көрсетіп. Өзімді бірдеңе ұрттағым келіп. Маржан иығын көтеріп, білмейм, деген нышан көрсетті. Сапырып біресе шампан шығардым. Ой, газы бар деп коньяк шығардым. Тым күшті деп винон алдым, әрең дегенде аштым. 2 бокалға құйып әкелдім. Қолына ұстатып, денсаулық үшін, деппін. Маржан ақырын бокалын тигізді де виноның жартысын ішті. Ол да қобалжып тұр. Мен түгел сіміріп алып, артынан не жерімді білмей жүзімнен үзіп аузыма салдым. Маржанға да жүзім ұсындым, ол жымиып аузына салды. Аңсаған, армандаған керемет түн өтті. Бір-біріміздің ыстық құшағымызға еніп, таң атырдық. Махаббаттың ыстық буына күйіп жандық. Маржанның мені қаншалықты қалап тұрғанын сезіне білдім, аянып қалмадым. Таң бозарып атқанда жаным тәтті ұйқыда жатыр екен. Маған жұмысқа бару керек, күрделі отан бар. Бақыттан басым айналып жүріп, жуынып алып, бір шынаяқ кофені іштім де қағазға: жаным, сүйіктім, мен сағат 1-де болам. Болмаса хабарласам, жұмысқа баруым керек, деп қасына кілтті тастап шығып кетті. Менен бақытты адам жоқ. Төбем көкке жеткендей болдым. Мен жұмыстан қайта келгенде, Маржан үйде болады деген оймен шаруаларын жасап жүре берді. Ота ойдағыдай өтіп, науқас тез есін жиып, уф деп бір дем алып үйге ұшпақпын. Қайдан? Тағы да аяқ астынан жасалатын жол апатынан науқас түсті. Қоңырау шалуға уақыт жоқ, тағы да адам өмірмен алысып, ота залында 4 сағат болды. Кешкі 7-де шығып, ол науқастың ес жиюын тосып әлек болдым. Арасында бірнеше рет қоңырау шалдым, көтермеді. Науқасты тастап кете алмайым, сонымен түнгі 1-де босап үйге келдім. Ақырында бесікті аштым. Тамақтың иісі шығып тұр. Ішім жібіп, қазір бір құшақтап сүйсем деп жарықты қостым. Ұйықтап қалған болар деп бет қолымды жудым, тып-тыныш. Ақырын барып жатын бөлменің есігін аштым. Ешкім жоқ.
Жүрегім зу ете қалды. Келесі бөлмеге жүгірдім. Жоқ. Зал, тіпті ваннаны, балконды қарап кеттім. Кетіп қалыпты ғой. Әрине кетеді, қызым Марал бар ғой, онсыз да кеше осында қонды деп өзімді жұбатып, ас бөлмеге келдім. Дәмділеп, тіл үйірер асын жеп, төсегіме жата қалдым. Маржанымның иісі сіңіп қалған жастықты иіскеп, қалай ұйықтап қалғанымды білмедім. Екі бірдей жасалған күрделі отадан ба, әлде жүйкемнің тынышталғанынан ба, тал түсте бірақ оянып. Сергек, керемет демалғанымды сездім. Телефоныма жабыстым, Маржанға қоңырау шалып, шалқамнан жатырым, көтермейді. Түсінбедім деп қайта соқтым, алмады. Жуыны басымды жеп, екі көзім телефонда. Осы 4 жыл аралығында қоңырау көтермеген кезі болмады. Тағы шалдым. Маралға шалдым, оны сөндірулі. Ұшып тұрып киініп, көлігіме жүгірдім. Не болып қалды, неге көтермейді? Бірнеше рет тоқтамай қоңырау шала бердім, бір кезде тіпті сөндірулі деді. Екінші бөлімнің соңы. Жалғасы бар. Авторы Жеңіскүл Тұрсынбаева. Оқыған Нұрлыгүл Өтемісқызы.